Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен судың кермектігін талқылаймыз. Сонымен, судың кермектігі дегеніміз, ол судың, яғни табиғи судың құрамындағы әртүрлі тұздардың кездесуі нәтижесінде онда кальций және магний иондарының көп болуынан. Кальций 2+ және магний 2+ иондарының болуы. Қандай тұздар суда, табиғи суда кездеседі? Мысалыға біз өзен, көл болсын, тағы да басқа табиғи жер асты су болсын, олардың барлығының құрамында әртүрлі тұздар кездеседі. Су таза күйінде кездеспейді. Себебі оның құрамында тұздар жақсы ериді. Нәтижесінде олар еріген кезде ион формасына айналып, суның ішінде араласады. Сондай сияқты кальцийдің және магнийдің тұздары болуы мүмкін. Мысалы, кальций гидрокарбонаты тұзы, мында 2, немесе магнийдің карбонаты, магнийдің сульфаты. Осы тұздар суда жиі кездеседі. Және осы қасиет суға кермектік қасиет тудырады. Кермектік қасиеттің кері әсері бар. Мысалға, кермек суды, яғни оның құрамында осындай тұздардың көп болатын суды біз автокөліктің моторын салқындататын радиаторға құюымызға болмайды. Себебі радиатордың іші дат басып, ол істен шығады. Немесе кермек сумен біз қолымызды сабындайтын болсақ, сабын дұрыс көпірмейді. Нәтижесінде біз қолымызды дұрыс жуа алмаймыз. Тағы да басқа, кермек суды көптеген, мысалы, медицинада тағы да басқа салаларда қолданылмайды. Яғни тазартылған, осы иондардан тазартылған суды қолданамыз. Және сонымен қатар біз ауыз суды ішкен кезде оның кермектігін жойған дұрыс. Егер де кермек судан жасалған шай болатын болса, шайымыз дұрыс болмайды, ол дұрыс шықпайды. Немесе кермек суда ет, немесе көкөніс пісіретін болсақ, ол ұзағырақ піседі. Сонда біз кермектіліктен жойылған, тазартылған суды ішуге немесе жеуге қолдануымыз қажет. Қалайша біз оны жоюымызға болады? Бірнеше жолы бар. Мысалға, оны қыздыру арқылы жоямыз. Суды қайнатқан кезде кальций гидрокарбонаты судың құрамындағы ыдырайды, келесі қосылыстарға кальций карбонатына, суға және көміртек диоксидіне. Көміртек диоксиді бірден ұшып кетеді, сумен араласып қосылады, ешқандай зияны жоқ. Ал кальций карбонаты не істейді? Кальций карбонаты ол біздің шайнектің ішінде қақ болып қатады. Осы қақты біз байқайтын болсақ, шайнектің түбіндегі ол кальций карбонатының тұзынан түзіледі. Ал шайнектен пайда болған қайнаған су бізде осы иондардан айырылған таза су болып табылады. Сондықтан оны ішуге немесе шайға қолдануға өте тиімді. Тағы да басқа тұздардың, мысалға, магний сульфатынан қалай айыруға болады? Магний сульфатынан айырылу үшін, мысалға, оған натрий карбонатын қосамыз. Нәтижесінде бізде натрий сульфаты және магний карбонаты түзіледі. Яғни судың құрамында не қалады? Натрий сульфаты қалады. Ол бізге кермектілік бермейді, ал магний карбонаты тұнба болып, яғни қақ қайналады. Нәтижесінде біз оны шайнектің түбінен қырып алып тастай аламыз. Осылайша біз кермектілікті жоюға болады. Оны біз жұмсарту деп айтамыз. Яғни кермектікті жою, жұмсарту. Мүмкін естіген боларсыздар, жұмсақ су, немесе кермек су. Яғни жұмсақ су дегеніміз, ол магний және кальций иондарынан жойылған суды айтамыз. Тағы да басқа судың қандай ластануы мүмкін, ол басқа ауыр металдармен немесе улы заттармен ластануы мүмкін.
Су бізге табиғи жолдармен келеді, мысалға өзен көлдерден, тағы да басқа су көздерінен келеді, және ол жерде әртүрлі кермектіліктен бөлек зиянды заттар болуы мүмкін. Сол зиянды заттардан тазалау үшін бізде мысалға көптеген фильтрлар немесе қоспалар қосылады. Қоспалардың бірі, ең тиімді қоспалардың бірі бұл суды хлорлау. Яғни суды хлорлаған кезде біз ондағы көптеген бактерия, зиянды заттардан жойып, біз оны залалсыздандырамыз. Және ары қарай судың құрамындағы басқа да қатты топырақ, құмдардан тазарту үшін біз фильтрларды қолдануымызға болады. Осылайша бізге құбырдан келетін сулар максималды тазарту жүйесінен өткен. Оған хлор қосылып, немесе тағы да басқа әдістер қолданылған. Сонымен қатар біз суды ұқыпты пайдалану үшін өзен көлдерге немесе жер асты суларына кететін су қоймаларына біз зиянды заттар, ауыр металдар, қоқыстар тастауымызға болмайды. Себебі кез келген мысалға техника болсын, пластмасса болсын, ондағы зиянды заттар суда еріп, ол жер су құбырлары арқылы басқа өзен көлдерге ағып, одан біз немесе басқа тұрғындар ауыз су қылып қолданатын болса, ол әртүрлі денсаулыққа әсер етуі мүмкін. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша әлемдегі 80% ауру судың ластануынан болады. Яғни біз суды тазартатын болса, 80% аурудан арылады екенбіз. Сондықтан судың маңызы денсаулық сақтауда өте жоғары. Кез келген уақытта біз осы суды үнемдеуді және қорғауды естен шығармауымыз қажет екен. Және де оқушылар, соңғы уақытта біздің елімізде де көптеген суды тазарту, суды сақтау бағдарламалары қолдануда. Біз осыны барлығын орындайтын болсақ, болашақта біз судың сапасын арттырып, аурулардың пайызын азайтамыз. Сонымен оқушылар, бүгін біз судың кермектілігін, оның ластануын және оның тазарту жолдарымен таныстық. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.